Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен хит болып жатқан Ice-T сусын дайындайтын боламыз. Видеоны толықтай көріңіздер. Ең алдымен суымызды газымызға қоятын боламыз. Қайнау керек. Одан кейін осылай мятамызға үстіне 1 чай қасықпен ас содасын салып, 10 минутқа қойып қоятын боламыз. Мятаға ас содасын салып тазартып алатын боламыз. Оған дейін біздің суымыз қайнағанға дейін біз апельсинімізді, лимонымызды, 3 алмамызды турайтын боламыз. Суымыз қайнады. Енді каркадеміз салатын боламыз. Каркадемізге 3 минуттай осылай қайнау керек. 3 минут өткеннен кейін біз үстінен қантымыз салып, тағы да 2 минуттай қайнататын боламыз. Каркадеміздің қантымыз барлығы ергеннен кейін 2 минуттан кейін каркадасын алып тастайтын боламыз. Ол бізге қажет етпейді. Мятамыздың суын төгіп, тағы да 2 рет жуып алатын боламыз. Оның үстінен алмамызды, апельсин мен лимонымызды салып, қайнап жатқан суымыздың үстіне салатын боламыз. Мятамызды, алмамызды, апельсинімізді, лимонымызды салып алғаннан кейін 5 минуттай қайнататын боламыз. 5 минут қайнап болғаннан кейін астын өшіріп, суытып қоятын боламыз. Холодильникке қойып, суықта ішсеңіздер өте керемет. Бізден осылай 6 литр Ice-T шықты. Видеоны толықтай көрген болсаңыздар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген тегін мастер-класстар болады. Сіздермен болған Балжан, астарыңыз дәмді болсын.